Құрметті достар, бүгін біз баланың арқасына массаж жасайтын боламыз. Ол үшін кез келген майды қолданамыз. Мен өзім жалпы қызыл майды қолданамын. Ол дегеніміз біздің қолымыз баланың денесін ауыртпай жеңіл жүру үшін көмектеседі. Баланың арқасын жатқаннан кейін 7-8 рет қыздырып осылай уқалайтын боламыз. Және де төменнен жоғары қарай. Осылай арқа бұлшық еттерін әбден уқалаймыз, және де мойын, иық бұлшық еттерін қоса уқалаймыз. Төменнен жоғары қарай уқалаймыз. Ақырын уқалаймыз. Осылай саусақ ұштарымен уқалаймыз. Және де бір айта кететін жағдай, бүйректің үстіне қатты күш салмаймыз. Және мына өстіп асықпай уқалап шығамыз 7-8 рет. Бір әрекетті 7-8 рет жасаймыз. Содан кейін жеңіл ғана сипап өтеміз. Мінекей төмен жоғары қарай сипалаймыз. Осылайынан бұл бұлшық еттің жақсы дамуына, бұлшық еттің қатаюына жақсы көмектеседі, белін жақсылайтын болады. Баланың арқа бұлшық еттері қатайып белін ұстауға көмектеседі. Қабырғалық бұлшық еттерге осылай жаттығу жасаймыз. Қолымыздың арасын ашып, омыртқа жотасына тиіспейміз. Осылайынан сипайтын боламыз. Баланың бүйрегіне, омыртқасына тиіспейміз. Омыртқаның екі шетіне жасайтын боламыз осылайынан. Екі шетін сипаймыз, уқалаймыз, иығына, мойнына жасай кетіңіз. Осы кезде мінекей бір-біріне қарама-қарсы бағытта осылай қыздыру мақсатында ғана осылай жасаймыз. Одан кейін бұлшық етті босаңсыту мақсатында осылай ақырын соққылаймыз. Бұл бұлшық етті босаңсыту мақсатында жасалатын жаттығу. Одан кейін қабырғалық жаттығу жасаймыз. Мінекей осылай. Бәр жаттығуымыз біткеннен кейін сипаймыз. Одан кейін қолын осылай ұстап тұрамыз. Бала өз қолын өзі тартып алуы керек алдыға қарай.